Қазақстанда мектептерге жасанды интеллектін енгізу жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Біз Алматы әкімдігі жеке платформаға қатысты 8 тендер жариялағанын байқадық. Келіңіз бірге талдайық. жылдың соңында Алматы қаласы білім басқармасы оқу және функционалдық сауатты дамыту, бағалау үшін жасанды интеллект базасында платформаға қол жеткізу, ұсыну қызметтеріне тендерлер жариялады. Әр ауданға қарастырылған сома мынандай: Түрксіб ауданы 19 миллион, Наурызбай ауданы 14 миллион, Медеу ауданы 16 миллион, Жетісу ауданы 15 миллион, Бостандық ауданы 21 миллион, Әуезов ауданы 28 миллион, Алмалы ауданы 19 миллион және Алатау ауданы 30 миллион теңге. 8 тендерінде жеңімпазы бір компания. Бұл Career Hub KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Компанияның сайтында Қазақстандағы дуальды оқыту және мансапты бастауға арналған эко-жүйе екені көрсетілген. Жасанды интеллектке негізделген кәсіби бағдар беру қызметі де жазылған. Компанияның иесі Кенжехан Санжар Кенжеханұлы есімді азамат көрсетілген. Әр ауданға қатысты жеке-жеке тендер жарияланғанымен, техникалық сипаттамасына жазылған талаптар бірдей. Құжатта педагогтар мен оқушыларға арналған жеке платформа жайлы айтылған. Мұндай бастама 2023-2029 жылдарға арналған білім беруді дамыту тұжырымдамасы аясында, сондай-ақ президент Тоқаевтың оқитын мектеп және балалар кітапханасы бастамаларын жүзеге асыру мақсатында қолға алынғаны көрсетілген. Сипаттамада тендердің мақсаты жасанды интеллект негізіндегі құралдарды пайдалану арқылы оқушылар мен педагогтардың оқырман сауатын дамытуға ықпал ететін платформаға қолжетімділік беру деп жазылған. Платформа қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде болуға тиіс. Пайдаланушыларға жылдам әрі ыңғайлы авторизация мүмкіндігі берілу шарт. Сондай-ақ онда кері байланыс функциясы іске қосылады. Пайдаланушыға қажетті ақпарат, мысалы электронды пошта арқылы хабардар ету мүмкіндігі қарастырылуға тиіс. Платформада электронды кітаптар оқу, аудио кітаптар тыңдау, оқу-ағарту ойындары мен тапсырмалар, соның ішінде сөздік қор, грамматиканы пысықтауға бағытталған интерактивті жаттығулар қамтылады екен. Тендердің техникалық сипаттамасымен толығырақ танысу үшін төменгі және биоға сілтеме қалдырдым. Оқып шығыңыз. Ал біз Алматы қаласының білім басқармасының жиі енгізуге қатысты тағы бір тендерін байқадық. Осыны талдайық. Бұл бірыңғай эко-жүйе туралы. Бұл тендерінде жеңімпазы Career Hub KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қарастырылған сома 20 миллион теңге. Хабарландырудың техникалық сипаттамасында білім беру және өндірістік процестерді кешенді автоматтандыру үшін жасанды интеллект платформасы негізінде бірыңғай цифрлық эко-жүйе құру керек екен көрсетілген. Техникалық сипаттамаға мән берсек, бұл тендер колледждерге арналған секілді. Қызығы, үкімет жасанды интеллект жайлы жыл сайын жаңа тұжырымдамалар жасайды. Мәселен, 2023-2029 жылдарға арналған білім беруді дамыту тұжырымдамасы бар. 2024 жылы 2029 жылға дейін жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасы тағы қабылданды. Осы шешімнің аясында 2025 жылы Қазақстанның жоғары оқу орындарында жасанды интеллект пәні міндетті деп енгізілді. Биылда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні ендіру жөнінде шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлыққа сай 2026-2029 жылдарға арналған кешенді іс-шаралар жоспарын іске асырылады. Десе де біз өткен жылы педагогтардың басым бөлігі жүйемен жұмыс істеп көрмегені, оқыту процесіне нақты қалай енетіні әлі түсініксіз екенін жаздық. Бұл мәселені шешуге жаңа платформалардың көмектесіп не көмектеспейтін белгісіз. Оның тиімділігі қандай боларын уақыт көрсетеді.